Огай, поезд. Оқи автор Азирек Гиреева Ақчура. 5-ші кесек. Ауыл тиресіндегі аланнарда ісіліктен үленнер құрыды. Шаттан таяқлары шешек атып киненді. Қырғый білен ағай үшін қояш қыздырамы, юқмы, бары бір еді. Бірсі аудан тоқтамады, икеншісі қойы қазуын давам етті. Қырғый теміршіпіқта нешек сілкімеше отырса, қойшақку кезінде де шулай харекетсіз қалар еді. Дүрісірегі жел оңайына ұшар, әжерден асылынып тұрған кебек көрінер. Шул мезгілді ол өткен көзлері білен құрбанын күзетір. Жерде қыштыр-мұштыр келіп ерген düşкен, югірішкен тышқандардың бірсін сайлар. Бір мезгілді от кебек атылар, һәм көз ашып юмғанша аны тырнақлары білен электіріп алар. Не қадар хайлакер құш, не қадар ақыллы. Әммә қошақ ұнытылып, бүтін иқтибарын құрбанына юлда еткен мәлде, тағында биіктерек ұшқан, тағында ертқышырақ құшлар аның үзін көзли. Хәтті көпке күшсізірек қорғаларға қадар юмшақ шағын көріп алуға ташланырға тұра. Ех, қырғый, исер жилерге ұшанма, қанатларыңны жейіп ұнытылма. Жил бір күнні бір тарафтан, икенші күні башқа аяқтан исер. Әсен ауға шыққан мәлде өзің құрбан кетерсің, өзің таланырсың. Ағай ташландық үйлер тіресінен орташа зорлықтағы ташлар ташыды. Құйыны қазып түшкен сайын шуларны шықыр ішіне дивар етіп тізді. Жираттағы мәртебе аяқлары білен ташларға баса-баса мінді. Жерде онап ятқан бір тақта кесеген алып ене yok болды. Шул тақта кесегі білен өлшей-өлшей құйыны тұры қазырға тырыша еді. Башта балшақны үске күрегі білен атты. Теренeye башлағаш қапшыққа тутырып шығарды. Шықыр үстіне 2 яққа бүрене қазып ұтыртты. Алар арасына темір біркетті. 5-6 метр теренлікке түшерлік бауның бір үшін шул темірге бейлеп әйлендірді. Бау балшықлы қапшықны тартып шығарға да, өзіне түшіп мініп ерірге де ердемші болды. Нихаят құйы түбі суланды. Қапшық орынына шелек бейлеп түшірді, шуңар сулы балшықны тутырды. Аннары өзі үріп түшкен диварның шығып тұрған ташларына баса-баса үске өрмеледі. Сулы башықлы ауыр шилеген құйы түбінен тартып алғаш хәлсізленіп құры жерге шөгеледі. Шилегіндегі башықлы суға қолларын тірсегіне қадар батырды. Кері алды, тағын батырды. Шатланып силенді. Су шықты. Әнесі, қора көресіңмі, біздің бақшада су бар. Қатын, қора енді су бар. Сенің де желкелеріңні күйенті ұшамас, жаным. Мұнша яғам десең, су ішкі алдындағына. Міне көрерсің, көкшілер бізге суға үйрей башлар әлі. Ауыл ұшына барып тұрмаслар, бізге кірірлер. Кірсінлер әйме, бір құйы суы бар бізға жетер. Аннары қызы қабат түшті, қабат сулы балшық шығарды, терлеп ішті, пішіраны бітті. Ол ішлеген арада сезмей қалған. Аш кетіргенлер, тәрізе түбіне бірнеше тілім екмек білен бірге шулпа салынған табақ қойып кеткенлер. Қараңғыланып келгенде ишік алдында арқасы білен қоймаға тіреліп отырған келіш ошады да, жейге жылы түн құшағында, йылдызлар астында сөйлене-сөйлене изіреді. Жаным, көрдің мі, құйыбызның суы нешік тәмлі, ә? Тәмлі шул, сіз менім қайтқаны күтігіз, емі? Қарағыз аны, құйы суын іші бітірмегіз. Іші бітірмесегіз, қуян күштеріне іші алып қайтырмын. Соң, ұныттың да мәлі, жер-желеген ейтем. Тігі пішенліктен қуян беріп қайтарған еді бейт. Сен бәбейбізні күткенде желек деп ауыз суық құрыттың бейт. Ішіткен енді, әнесі құлыма алсамы? Уянырмын, уяныр шул, тимем. Йықласын сабый, күрішірге насып етсе еді. Елама қайтырмын, қуян күштеріне іші алып қайтырмын. Суқыр қышқа ұясын Аллах ясар дилер мәлі. Ағайға да мүмкінліклеріне көре бір тұрмыш құрырға ердем етті. Құйы қазыға шетсе, бақшасына қияр, помидор іші, ешілшелер, желек жемеш ағашларын отыртып, өстіріп мәш келді. Ағайның тез арада су шығарлық құйы қазуына есі кеткен ауыл кішілері аны өзлеріне құйы қазырға шақыра башлады. Аларға дауыл башта 2 теміршібік тұтып келді. Жер астынан оққан су магниті тәйісерінде әлігі теміршібікларының әрекетке келуін әлбәт аңлатып тұрмады. Бик аз сөйлеші еді бет ол. Сөйлешкенде де өзі білеңіне сөйлеші. Дұрыс, қайшақ ап айырмашық етіп, ерекке өтерлік етіп әйтіп қоя. Анды вақытта аның көз қарашы яғымлы, өзі қырт-мұрт ишаралар ясамай, тыныштыра. Бір күні ауылға 2-ші мәртебе қайтқаш, сыйынған ғайләге эпиге келді. Һәм не ғажап, тезгіне қайтып кетерге ашықмады. Өзігіне қалған бүлмеде ятып тұрды, анары ишік алдына шығып отырды. Аңардағы өзгерішке хожа қызлары ихтибар етті. Әмә әндәшмәделәр, читтән генә күзәттеләр.
Чыр-чу келген балашыға қарап отырған ағайға бір кім якын келмеді. Хужаның ұлы қызы кішкенесі белән кунакка келген чак иде. Күкрәк сабыйын күтәреп чыкты да, агайдан ерак түгел агач күләгәсе төшкән урынга җәйге алачыкка чыгып утырды. Агайның ягымлы карашы аңар төбәлде. Айтывага басып йөргән аскари кыяфәте кайдыр юкка чыкты. Аның урынына тормышы балкып торган, якыннарының яратуын тоеп яшәгән нечкә күңелле бер яшь ир барлыкка килде. Минеке бишектә калды. Әйе, минеке бишектә калды дим. Баласы белән мәшгул ана аның ни әйткәнен аңламый калды. Агай, миңамы дәштең? Минем балам. Бишектә калды. Бишектә йоклап калды. Дип кабатлады агай. Аннары ничектер уңайсызланып китте кебек. Яңа бер кат. Минеке бишектә калды. Диде дә авыз ишеннән нидер сөйләнеп ишек алдыннан чыгып китте. Өйдән чыккан Миңҗамал кызына дәште. Кызым, агай күренмәдеме? Әле китте. Җитешмәде малайса. Иртәгә дә кил димәкче идем. Базарга барып киләсе идек. Хоралты курага күз кылак бул дисәң, урыныннан да кымшамый саклый. Бик дөрес кеше ул кызым. Әни беләсеңме ни диде? Ни? Балам бишектә калды диде. И Аллам, үзең ярдәмеңнән ташлама. Сөйләшми бит, ничек шыдый торгандыр. Ишенә җыеп йөртә. Айдывасы русчада мыгырданганында гел татарча. Әмма аның мыгырданганын кайлардан ишетеп аңлап җиткерәсең. Әни бу юлы ап-ачык сөйләште. Мин әллә ялгыш ишеттемме дип торам. Карап торды да, минеке бишектә калды диде. Күрсәң, әни күз карашлары шундый нәүмис, үзе ялгыз, чарасыз, елап җибәрә яздым. Аннары әллә нишләде шунда. Күзләрен чилт-чилт йомды, иңсәсен җыерды. Мин тагын сорау биргәнче чыгып китте. И кызым, аның хаста тәне генә безнең арада йөри инде. Зихне уе кайда? Кем белә?